Тапқыр Таймас ертегі. Ертеде қылышынан қан тамған бір зұлым патша болыпты. Ол жоқты сылтауратып, жазықсыз халықты жазалай беріпті. Сол елде адал еңбегімен күн кешкен Таймас деген ақылды жігіт бар екен. Жұрт дау-дамайды шешу үшін үнемі соған келіп жүгінетін көрінеді. Әлгі патша халықтың өзінен емес, Таймастан ақыл сұрайтынына намыстанып, оның көзін жоймақ болады. Талай рет жала жауып, тұзақ құрса да, тапқыр Таймас құтылып кете беріпті. Әбден айласы таусылған патша, уәзірлерін жинап, ақылдасып, оны құртудың амалын тапқандай болады. Таймасқа өтірік жала жауып, зынданға тастайды да, патша халыққа былай деп хабарлайды. Уа қалайық, үкімім әділ болуы үшін екі қағаздың біреуіне өмір, екіншісіне өлем деп жазамын да Таймасқа ұсынамын. Ол екі қағаздың бірін алуға тиіс. Сонда не жазуша Таймасқа кешкен ең соңғы жазам. Сол бұл жолы да құтылып кетсе, оған ешқашан теспеймін. Жендеттер бүктелген екі қағазды ыдысқа салып, Таймасқа ұсынады. Патшаның арам ойынан сезіктенген Таймас қағаздың біреуін аузына салып, шайнап жұтып жібереді. Бұған жиналған жұрт таң болады. Оның бұл тосын қылығын күтпеген хан да не істерін білмей сасып қалады. Сонда халық арасынан бір қария шығып: Уа падишах, жігіт қағаздың біреуін жұтып қойды. Сол қағазды алды деп есептейік. Ендеше қалған қағазды ашып оқиық та, жігіттің жұтқан қағазында не жазылғанын білейік, депті. Екі қағазға да өлім деп жазған патша амалсыз қалған қағаздағы сөзді оқуға мәжбүр болыпты. Осылайша тапқыр Таймас патшаның зорлық-зомбылығынан біржола құтылыпты.